Саламатсыздар ма балалар? Кезекті сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен мына ойынға назар аударайық. Сандарды ретімен оқып шық. Иә балалар, қандай сөз оқыдыңдар? Дұрыс айтасыңдар, сөз және оның құрамы. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз сөз және оның құрамы. Сөздің құрамы түбір және қосымшадан тұрады. Сөз дегеніміз заттың, сапаның, қимылдың атауы. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір дейміз. Ал сол түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Демек, сөз құрамы түбір мен қосымшадан тұрады. Ал түбір негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Қосымшаны жұрнақ, жалғау деп екіге бөлеміз. Ендеше осы туралы бейне көрсетілімге назар аударайық. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Иә, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол былайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады. Оған ш жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Сонда, осылардың бәрі жаңадан туған сөздер ме? Бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды былайша белгілейді. Мысалы, асқа қа, дәрінің нің, ағаштар тар, жапырақты т қосымшалары жаңа мағына тудырмайды. Сонда жалғау ат айтып тұрғандай сөздерге жалғанып, оларды бір-бірімен байланыстырады екен ғой. Мысалы, көлікте отыр. Иә, солай. Сондай-ақ жалғаулар жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, дәрігердің деген сөзде дәрі түбір, ге жұрнақ, дің жалғау. Балықшылар деген сөзде балық түбір, ш жұрнақ, лар жалғау. Тапсырмаларды орындайық. Екі бағандағы сөздерді тиісінше сәйкестендір. Семантикалық картаға назар аудар. Берілген сөздерді түбір, жұрнақ, жалғауға ажырат. Оқулықпен жұмыс. Жаттығуымызды бастамас бұрын ең алдымен бейне көрсетілімге назар аударайық. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін нышан. Оларға биік мәртебе 1992 жылдың 4 маусымында беріліп, дәл осы күн рәміздер күні болып бекітілген болатын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков, ал елтаңба авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов. Еліміздің қазіргі әнұранына 2005 жылы өзгертулер енгізіліп, әнінің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіздік тұғырының тұтқасы болған еліміздің рәміздері жайында білу әрбір азамат пен азаматшаның міндеті. 26-шы жаттығуды мұқият оқып шық. Келесі 28-ші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді оқы, түбірін тап. Шығармашылық үзіліске кезек берейік. 30-шы жаттығу. Соңғы сөздердің мағынасына қарай өлең құрастырып көр.
Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Егер де саған сабақта барлығы түсінікті болған болса, күнді жібер. Тағы да сұрақтарың бар болса, бұлтты жібер. Түсінбеген болсаң, айды жібересің. Үй тапсырмасы 107 бет 29 жаттығу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.